Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Так, қалғандарымыз қайдамыз? Участник жетеу ғана әлі. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыз ерекше сабақ. Бүгін бізде ашық сабақ. Сабағымызды бастайық. Демонстрация экраны қайда? Жақсы, мен экраным көрінді ма, балалар, сіздерге? Иә, көрінді. Жақсы. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан, деп Абай атамыз айтқандай, сіздерге де өз өмірден, өз орындарыңызды адаспай табуларыңызға шын жүректен тілектеспін дей отыра бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз сіздермен өткен сабаққа шолу жасап алайық, өткен сабақты пысықтап алайық. Өткен сабағымызда өткен сабағымызды біз QGIS бағдарламасына барып, тест арқылы өткен сабақты пысықтайық. QGIS-тің ссылкасы сіздерге жіберілді ғой, е? Қараңыздар. QGIS жіберілді ма? Қайттан жібереді кесапын. Қайттан жібереді. Қайттан жіберейін бе? Аха, жақсы. Zoom-ның чатына жібере беріңіз, апай. Жіберейін, аха, жақсы. Жіберілді. Ал кірек. QGIS-ке. Тез кірек, аха, жақсы. Барымыз, барлығымыз. Төрт қала кірді, қалғандарымыз қайдамыз? Аха, жақсы. Жақсы. Барлығы бізде 20 қанша бала отырмыз? 20-дан аса бала отырмыз. Тезірек кірейік. 10 бала ғана кірді. Тезірек кірейікші, балалар. Кірмей жатыр ма? Дилназ, Шұғыла, кірдіңіздер ма? Айгерім, Шұғыла кірді. Гүлнафис кірді. Кіріп жатыр, апай. Бексұлтан кірді. Жақсы. Жарайды, басқалар қосылып жатыр. Осы бар баламен бастай берейік, өйткені уақытымызды өткізіп аламыз. Сұрақтар берілді. Жауап беруге оңай болған.
көрейік. Бізде бірінші орында Бекарыс, екінші орында Гүлнәфис, сосын Шұғыла екен, иә? Жақсы, рахмет балалар. Барлығымыз 100% дұрыс жауап беріппіз, иә? Міне жерде Бекарыс, Гүлнәфис, Шұғыла, Балнұр барлық сұрақтарға дұрыс жауап берді. Қалғандарымызда 1-2 сұрақтан қателіктер болып қалды. Бексұлтан дұрыс жауап бере алмаған екен. Жақсы. Рахмет сіздерге. Олай болса, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Біздің өткен сабағымыз анықталған және анықталмаған интегралдарды оқып жатырмыз, иә? Енді сіздердің алдарыңызда формуладар тұр. Мына жақта формуланың сол жағы и оң жағы. Соны сәйкестендіріңіздер. Зумның ручкасын аламыз да, бұлай сызып жалғасын таба берек. Қане, біріншіні Балнұр бастайсыз ба? Иә, апай, қазір мен бастайын. Әлдия, сіздікі қате болып кетті ғой деймін. Әлдия, синус x n квадраты dx тең 4-ші тұрған. Жақсы. Біріншінікі дұрыс табылды, екіншінікі дұрыс табылды. Жақсы. Шұғыла. Ол Дилназ. Сіздің стрелкаңыз жоғалып кетті, Дилназ. Так, аның x дәрежесі дұрыс табылды. Әлішер, Айқын, есім дұрыс таптыңыз. Дилназ да дұрыс таптыңыз. Аха. Жақсы, молодец. Иә, дұрыс, жақсы. Барлығыңыздікі дұрыс болды. Рахмет сіздерге. Формуланы жақсы жаттап алыппыз, иә? Мынау енді мені өшіре салайық. Жақсы. Келесі есеп сіздерге. Мынауда үй тапсырмасын болды, балалар. Келесі есеп сіздерге. Келесі есеп, бағдаршам әдісі деп аталады. Мына есепті шығарамыз. Шығарып болғаннан кейін қайсы түскі, қайсы жауап дұрыс, сол түсті белгілейміз. Сол түстің жанына тағы да ручканы пайдаланып. Қазір шығара берейік па? Иә, қазір шығарамыз. Аха. Жауабын осы түске қай түс дұрыс, сол түсті белгілейміз. Бағдаршам әдісі деп аталады. Бұл жерде жауабы -20 болса қызылды, +20 болса сарыны, және 10 болса жасылды белгілеп кетіңіздер. Мүмкіндігінше сол түсті таңдасаңыздар дұрыс болар еді ручкадарыңызды. Жақсы, Балнұр. Жақсы. Әйгерім. Жауаптарымыз сосын тексереміз, е? Қазірше. Жансая 20 дейді. Сәкен 10 дейді. Әйгерім 10 дейді. Бексұлтан -20 дейді жауабы. Жақсы. Барлықтарыңыз жауап бердіңіздер ме? Жақсы. Жақсы. Аха. Бұны өшіре салайық. Жақсы. Енді жауабын қазір келесі слайдта көреміз, е? Келесі есеп. Мынаны өшіріп тастайын. Жауаптарыңызды өшіре аласыздар ма өздеріңіз? Не шықпай жатыр? Ал, жақсы. Келесі есеп тағы да шығарамыз. Қайсы жауабы дұрыс, сол түске барып, сол түстің түсіне барып белгілеп қойыңыздар. 20 дегендеріңіз қызылды белгілейміз. 17 шықты дегендеріміз сарыны, және 15 деген жауап шыққандарыңыз жасылды белгілеңіздер. Жақсы, барлығы 17 дейді. Тұрапбай Балнұр 15 шықты дейді. Аружан сары шықты дейсіз, е? Сарымен белгілеп жатыр. Жақсы. Жақсы. Бекарыс 15 дейді. Жақсы. Жақсы. Рахмет, балалар. Аха. Жақсы. Келесі есеп бізде. Үшінші есеп. Тағы да тура осындай есеп берілген. Есептің шығарамызда қай түс дұрыс, соны белгілейік. 10 шықса қызылды, 17 шықса сарыны, және 28 шықса жасыл түсті белгілеп қоямыз.
Бұның алғашқысын тауып, жоғарғы шегінен төменгі шегін аламыз, иә? Азыр апай. Жоғала 28 шықты дейді, Айқын 28 шықты дейді, жақсы. Әйгерім, Балнұр, Жансая 17 шықты дейді, Әлдия 17 шықты дейді. Дилназ 10 шықты дейді. Жақсы. Барлығымыз жауап беріп болдық па? Онды ойланып қалдыңыз ба, оны емес деп? Жақсы, балалар. Рахмет. Енді жауабымызды салыстырып көрейік. Жақсы, болды. Аружан, Дилназ, өшіре салыңыздар. Өз жауаптарыңызды. Аружан өшіре сал. Жатыр ма? Жақсы. Енді жауаптарымызды салыстырып көрейік. Бірінші сұрақтың жауабы қызыл екен, яғни -20, екінші сұрақтың жауабы сары түске сәйкес келеді екен, және үшінші сұрақтың жауабы жасыл түске сәйкес келеді екен. Жақсы, шатасқан біраз балалар болды, жауабымыз дұрыс сәйкес келмеген. Жақсы, енді сізге балалар, сіздерге үйге тапсырма берілген болатын, анықталған интегралды тапқан кім екен, интеграл белгісін енгізген кім, және анықталған интегралды кім зерттеген, және интегралды өмірде қай жерде қолданамыз, сол туралы сіздерге кішкентай презентация жасап келуге тапсырма берген, презентация жасауға. Кімнің презентациясы дайын, кім не дайындап келді, қане? Кім айтады? Кім не дайындап келді? Бар ма дайындалғандар? Дайындалған студенттер бар ма? Жақсы, бұл кім? Тұрапбай, Балнұр. Жақсы. Мен жерден презентацияны ашайын. Бұл жерде енді Padlet бағдарламасының бір мүмкіндігі, әркім өзінің слайд шығып тұр ғой, сіздерде? Басып, мұна презентациясын бәрін ашып көру беруге болады екен. Балнұр қойған презентацияны міне өзіммен ашып көріп отырмын. Сіздер де сол презентацияны үстіне бассаңыздар, бұл презентация бұлай ашыла береді екен. Жақсы, Балнұр, бастай қойыңыз. Мен тақырыбым Ньютон-Лейбниц формуласы. Неліктен бұл формула осылай аталған, себебі Ньютон және Лейбниц ғалымдары бірге осы формуланы тапқан болатын. Лейбниц дегеніміз 1646-1716 жылдары өмір сүрген немістің ғалымы болатын. Ол философ, жан-жақты дамыған математик, физик, саясаткер болатын. Ол туындыны дифференциалдау деп және интеграл белгісін осы Лейбниц ойлап тапқан. Ньютон, Исаак Ньютон, апай ауыстырасыз ба? Исаак Ньютон 1643-1727 жылдары өмір сүрген ағылшын астрономика, физика, математика, және ол 17 ғасырда дифференциалдық және интегралдың есептеулерін математикалық практикаға енгізген болатын. Және ол және олар осы теореманы ойлап тапқан болатын. Және егер fx функциясы a және b аралығында fx функциясының алғашқы функциясының бірі болса, онда бұл теңдік Ньютон-Лейбниц формуласы деп аталады. Формуласы неде көрсетілген презентацияда? Рахмет, болса, біз бұны Ньютон-Лейбниц формуласы деп атаймыз. Жақсы, Балнұр, рахмет сізге. Түсінікті. Тағы да келесі, тағы кім дайындап келді презентация? Бар ма дайындағандар? Құрметті студенттер? Бар. Гүлнафиса, келесі мына бір плюсті бассаңыз, сіздің презентацияңызды жүктеуге болады, жүктеңіз. Міне қазір. Есеппен апай, қазір міне. Жүктеп жатырмын. Интернет кішкене. Қазір апай жүктеп жатыр. Жүктелмей жатыр ма, Гүлнафис? Апай жүктелді. Міне жүктелді, Тұрып қалды. Жүктелді. Интегралды, Ал айта беріңіз. Апай. Гүлнафис. Апай. Интеграл дегеніміз жалпы
аударғанда интеджер бүтін деген мағынаны береді. Математиканың маңызды ұғымдарының бірі болып табылады. Интеграл ұғымы бір жағынан туындысы бойынша функцияны іздеу болса, екінші жағынан аудан, көлем және доға ұзындығын өлшеу, күштің белгілі бір уақыт ішінде атқарған жұмысын табу болып табылады. Интеграл сөзін алғаш рет ғылымда 1690 жылы швейцариялық ғалым Якоб Бернулли қолданған болатын. Жалпы интегралдың өзі анықталған және анықталмаған болып екі түрге бөлінеді. Анықталмаған интеграл ұғымын 1675 жылы Лейбниц ойлап тапса, анықталған интеграл ұғымын 1819 жылы Жан-Батист Фуе енгізген. Барлық физикалық құбылыстарды математикалық формулалар арқылы өрнектеуге тырысуда. Өйткені дайын формулалар арқылы барлығын оңай есептеуге болады. Ал интеграл осы функциялармен жұмыс істеуге арналған. Мысалы, дөңгелектің формуласы болса, біз интеграл арқылы оның ауданын таба аламыз. Шардың да солай анықтауға болады. Жалпы интеграл арқылы энергияны, массаны, қысымды, жұмысты және тағы басқа керекті шамаларды анықтай аламыз. Жақсы. Назарлар. Жақсы, рахмет, Гүлнафис, өте жақсы. Бұл жерде сіз интегралдың қолданысында айтып кеттіңіз, өмірдегі қолданысы да. Жақсы, рахмет. Келесі тағы да дайындаған бар ма? Жақсы, олай болса келесі сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Яғни интеграл дегеніміз анықталған және анықталмаған интеграл болып екіге бөлінеді. Біз анықталмаған интеграл сіздермен өткеттік, ол алғашқы функциясын табу деген сөз. Оны бізде Исаак Ньютон ашқан болса, анықталған интегралды жәнегі қисық сызықты трапецияның ауданын табуды бізде Лейбниц деген ғалым ойлап тапқан екен. Бұл кісілер бірін-бірі білмеген және бір уақытта осы формуланы ойлап тапқан екен. Сондықтан екі ғалымның атын қосып осы формулаға Ньютон Лейбниц деген атын берген екен. Бұл формуланы, яғни қисық сызықты трапецияның ауданын табу интегралды біз өмірде көп салаларында қолданады екенбіз. Практикада, геометрияда, физикада, жаратылыстануда, биологияда, техникада, экономикада. Оның және біразын бізде Гүлнафис айтып кетті. Енді балалар, мына алдарыңызда геометриялық пішіндер, геометриялық фигуралар сіздерге көрсетілген. Бұл фигураларды қараңыздар, келесі. Мына суретте көрсетілген фигуралар қайсына ұқсайды? Мына жердегі фигуралардың қайсына ұқсайды? Трапецияға ұқсайды, бірақ бір жағы қисық сызықты болғандықтан бұны қисық сызықты трапеция деп атайды екен. Бұл қисық сызықты трапецияның ауданын да есептеуге болады екен, балалар. Жәнегі 4 бұрыштың, 3 бұрыштың ауданын біз есептеу формулаларын білеміз ғой, Енді мына қисық сызықты трапецияның ауданында біз есептеуге болады екен. Ол қисық сызықты трапецияның ауданын есептеуге бізге көмекке анықталған интеграл келеді екен. Міне сіздердің алдарыңызда анықталған интегралдың қай жерлерде қолданылатын бірнеше мысалдарын келтіріп қойдым. Мына параболический антенна, соның көлемін, ауданын осы анықталған интеграл арқылы есептей алады екенбіз. Мынау өз осінен айланғанда, мына сурет мышқа көрініп тұр ғой, өз осінен айланғанда мына фигура, оның ауданы қанша болады, көлемі қанша болады, соны осы анықталған интегралдың көмегімен табуға болады екен. Мына жерде бізде берілген мұнара, мұнараның да біз ауданын, көлемін осы анықталған интеграл арқылы есептеуге болады екенбіз. Және бізде техникада болт, гайка бар ғой, солардың да көлемін осы анықталған интегралмен есептеуге болады екен. Мына жерде сіздерге мен екі есеп бердім. Бұл сіздерге үй тапсырмасы ретінде. Осы үй тапсырмаларын сіздер орындайсыздар. Мына жерде функция берілген және аралықтар берілген. Осы қисықтармен шектелген фигураның көлемін есептейсіздер. Бұл сіздерге үй тапсырмасы. Жақсы, апай. Енді біз мына құмыраны алайық. Құмырада өз-өзінен айландырғанда осындай құмыра шықты деге, осы құмыраның да көлемін есептеуге болады екен. Бұл құмыраның көлемін есептеуді біз келесі сабақтарда қарастырамыз. Енді бүгінгі сабақта біздің қол жеткізетін мақсаттарымыз бұл қисық сызықты трапеция ұғымын, яғни оның анықтамасын білу, және оның ауданын табу формуласымен танысамыз, алгоритмімен танысамыз, және қисық сызықты трапецияның ауданын есептеуге бірнеше есептер қарастырамыз. Яғни қисық сызықты трапеция дегеніміз не екен? Анықтамасы. А және Б кесіндісі
кесіндісінде үзіліссіз теріс емес fx функциясының графигімен x тең a, x тең b түзулерімен және ox өсімен шектелген x тең a, x тең b түзуі y тең 0 немесе x өсімен және берілген қисық сызықпен шектелген фигураны қисық сызықты трапеция деп атаймыз. Трапеция деп неге аталады? Себебі бұның табаны міне a және b кесіндісін бұның табаны немесе негізі деп атаймыз, иә? Бізде жоғары жағы ғана қисық сызықты болып тұр. Сондықтан бұл қисық сызықты трапеция деп аталады. Бұл қисық сызықты трапецияның ауданын біз келесі формуламен есептей аламыз. Бұл формула жәнегі айтылған Ньютон-Лейбниц формуласы, е? Бұл жерде біз берілген fx функциясының алғашқы функциясын табамыз да, жоғарғы шегінен төменгі шегін азайтады екенбіз. Түсінікті ме, балалар? Бізде мынау координаталық жазықтықта екі қисық сызықты трапеция берілген. Біріншісінде бізде оң функциямыз x өсінің жоғары жағында орналасқан. Сондықтан бұл оң функция, бұның жауабында да бізде оң сан шығады. Енді келесі екінші суретке қарасақ, бізде функциямыз x өсінің төмен жағында орналасқан. Яғни бұл fx функциясы 0-ден кіші. Яғни бұл жерде бізде интегралды есептегенде теріс сан шығып қалады. Ал аудан бізде теріс сан болу мүмкін емес қой, аудан ылғи да оң шама болу керек. Сондықтан біз интегралды модуль таңбасына аламыз да, жауабында оң сан шығады. Бұл түсінікті ме, балалар? Енді қисық сызықты трапецияның ауданын төмендегідей алгоритммен шығаруға болады екен. Берілген қисықтарды, яғни функцияларды координаталық жазықтыққа саламыз. Екінші, фигураны OX өсімен шектелген кесіндінің шеткі нүктелерін анықтаймыз. Яғни A және B-ның мәндерін анықтап аламыз. Үшінші, fx функциясының алғашқы функциясын табамыз. Және төртіншісі, жоғарғы шегінен Ньютон-Лейбниц формуласын пайдаланып, жоғарғы шегінен төменгі шегін азайтамыз. Бұл кезде бізде трапецияның ауданы шығады екен. Түсінікті ме, қандай алгоритм екен? Енді мен есептерді міне жерде видеода көрсеттім. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін қарастыратын сабағымыздың тақырыбы қисық сызықты трапецияның ауданы. Мысалы, бізге мынандай есеп берілсін. Y тең x квадрат, y тең 0, x тең 1 және x тең 3 сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек. Бұл қандай фигура болады? Графикте қарап алайық. Y тең x квадрат дегеніміз бұл координаталар басынан өтетін парабола, координаталар басынан өтетін парабола. Y тең 0 дегеніміз x өсті. X тең 1 дегеніміз x-тің бір нүктесін өтетін, Y өсіне параллель түзу. Бұл x тең 1. Мынау Y тең x квадрат. X тең 3 дегеніміз Y-ге параллель X-тің 3 деген нүктесінен өтетін түзу сызық. Енді осы сызықтармен шектелген фигураның ауданы бізде мынандай болады. Осы фигураның ауданын есептеуіміз керек. Ол үшін S тең аудан S-пен белгілейміз. Интеграл бізге анықталған интеграл көмектеседі бұл жерде. Шегі 1-ден 3-ке дейін, мына жерде 1-ден 3-ке дейін. Функциямыз x квадрат dx. Енді бұның алғашқы функциясын табамыз. Яғни интегралдаймыз. Дәрежелік функцияның интегралы дәрежесіне 1-ді қосамыз, сол дәрежеге бөлеміз. Енді бізде интеграл белгісі жоқ, сондықтан мына шегін тек сызық арқылы жазамыз. 1-ден 3-ке дейін. Енді Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша бірінші жоғарғы шекті қоямыз x-тің орнына. 3-тің кубы бізде 27 бөлінген 3 минус төменгі шекті қоямыз x-тің орнына. 1-дің 3 дәрежесі 1 бөлінген 3 тең 26 бөлінген 3 квадрат бірлік. Жақсы, түсінікті ме есеп, балалар? Түсінікті. Мына есепті қарастырдық. Келесі есепке көшетін болсақ, мына жерде жәнегі есептен айырмашылығы бұл жерде шегі берілмеген. Бұл жерде шегі берілмеген, сондықтан Y-тің екі жағын теңестіреміз.
Сосын теңестіреміз да, бұның квадрат теңдеу шығады ғой. Квадрат теңдеудің екі түбірін табамыз. Бұл екі түбірі біздің жәнегі интегралдың шектері болады. Сосын жәнегі тапқан функциямыздан алғашқы функциясын табамыз да, жоғарғы шегінен төменгі шегін азайтамыз. Сонда бізде мына берілген қисық сызықты трапецияның ауданы шығады. Шегі берілмесе, яғни біз өзіміз шегін тауып алады екенбіз. Мына жерде бізде логарифм 1/x деген функция берілген, оның графигі міне көрсетілген алдарыңызда. 1-ден e-ге дейін. E дегеніміз тұрақты сан 2,171 болатын, оның мәні. Енді 1/x-тен интеграл аламыз да, оның алғашқы функциясы ln(x). Жоғарғы шегінен төменгі шегін шегереміз. Сонда мына кішкентай фигураның ауданы бізде 1 квадрат бірлік болып шығады екен. Бұл жерде де шегіміз дайын болды. Келесі есепте бізде екі функция берілген. Екі функция берілген, осы функциялар бен шектелген фигураның ауданы тап дейді. Яғни біз мына y-тің екі жағында теңестіреміз. Бізде және квадрат теңдеу шығады. Ол квадрат теңдеуді шешсек, бізде 1 мен 4 деген екі шегі шыға келеді. Екі шегін тауып алдық. Яғни біз мына жоғарыда жатқан бізде x-2 деген функция ғой. Сол жоғарғы жатқан функциядан мына төменгі функцияны азайтамыз. Міне x-2-ден мына төмендегі жатқан x квадрат минус 4x плюс 2-ні азайтамыз. Бұны жақшаны ашып, ұқсас мүшелерін біріктіргенде бізде мынандай 5x минус x квадрат плюс минус 4 деген функция шығады. Бұның алғашқысын табамыз, және деген сияқты тура жоғарғы шегін қойып шығамыз бірінші x-тердің орнына, сосын төменгі шегін одан азайтамыз. Сол кезде бізде 4,5 квадрат бірлік мынау берілген қисық сызықты трапецияның ауданы шығады екен. Түсінікті болды ма, балалар? Бізге шегі берілмесе, біз шегін өзіміз тауып алады екенбіз. Енді тапсырма, міне жерде сіздерге барлық шегі берілген. Қазір барлығымыз отырамыз да, мынаны орнымыздан шығарамыз. Барлықтарыңыз бұл есепті орындап жатқан кезде бізде мынау келесі есептер берілген, 4 есеп. Мына есепті скрин жасап алыңыздар, балалар. Скрин жасап аламыз. Жасап алдық па? Болдыңыздар ма? Жасап алдық, Енді келесі тапсырма. Мына қисықтармен шектелген фигураның аудандарын 4 бала айдро тақтасына шығарса. Мына жерде бізде өмірден кішкене мысал келтіруге тырыстым. Бізде киіз үй берілген, киіз үйді әлі киізі жабылмаған. Енді мына киіз үйдің шаңырағына қанша киіз кетеді екен. Сол киіздің ауданын табу үшін шаңырақтың формуласы бізде мына формуламен берілген, және y тең 0 дегеніміз мынау екеуі қосылған жер болсын. Осы формуламен берілсе, онда киіз үйдің жоғар жағына қанша киіз кетеді, соның ауданын табу керек. Келесі мысал, мына жерде кемпір қосақ берілген. Кемпір қосақ бізде косинус ойдаға ұқсағандықтан мен оны косинус x деп алдым, және шегі π/2-ден 3π/2-ге дейін. Осы 4 есепті айдро тақтасында 4 бала шығарса, кім шығарады, қане? Мен шығарайыншы. Айдроның несі сіздерге жіберіп қойған болатынмын, ал шығара қойыңыздар. 4 бала. Бірінші Балнұр, басқаларымыз шығара береміз. Балнұр сіз шығарып, айтып тұрсаңыз. Екінші есепті кім шығарады? Мен шығарайын, апай. Дидар, Бауыржан, Дидар сіз жазып беріңіз. Үшінші есепті кім шығарады? Апай, мен шығарайын. Апай. Үшінші есепті Динас, және төртінші есепті? Айгерім шығарады ма? Айгерім шығарасыз ба? Жақсы. Балнұр сіз айтып тұрып шығара беріңіз. Сіздер өз есептеріңіз шығара бересіздер, сосын түсіндіріп айтып кетеміз, қалай шығарды? Мына берілген сызықтармен шектелген фигураның ауданын табамыз. Ол үшін S тең интегралы, Апай, айдроның ссылкасын қайтқан жүресіз бе? Жақсы. Минус 1. Болды. Төменгі шегін жазып аламыз. Айта берейін ба, апай?
Айта беріңіз. Берілген сызықтармен шектелген фигураның ауданын табамыз. Ол үшін S тең біз шектерін жазып аламыз. Y мына функция тұр ғой бізде. Y тең X-тің кубы плюс 1 функциясының интегралын аламыз. Сіз жазып отырып айта беріңіз. Жазып отырыңыз. Интегралын аламыз. X. Балнұр айта беріңіз. Апай, осының чатына жібере аласыз ба, ссылкасын? Жіберейін. 3 плюс 1 жақшаны жабамыз. Dx. Dx тең. Жібердім. Тең. Енді интегралдың шегін біз интегралдың шегін минус 1-ден 1-ге дейін болды ғой бізде. Алғашқысы функциясын табу үшін ол бізде x-тің 4 дәрежесі, жақшаны ашамыз. X-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. Балнұр тезірек жазайық, уақытымыз шектеулі. Бөлінген 4 плюс x. Бірдің алғашқы функциясы x, жақсы. Қазір біз x-тің орнына сандарды қоятын боламыз. Енді 1, мына жерге минус 1 шектерін жазып алайын. Енді осы шектерді біз қоямыз орын-орнына. Мына функцияға қоямыз. Ауызша есептей салайықшы, Балнұр? 1-дің 4 дәрежесі? 1-дің 4 дәрежесі 1. 4-тен 1 болады. Және де оған плюс 1-ді қоямыз. Екіншісіне минус 1-ге минус 4-тен 1 бөлінге 4-тен 1 минус 1 болады. Осы жерде бізде шығатыны 4-тен 1 плюс 1 минус 4-тен 1 плюс 1. Осы жерде 4-тен 1 мен 4-тен 1 бізде қысқарып кетеді мұнау. Қойылады, минус 4-тен 1 мен 4-тен 1. Қойылған кезде бізде 4-тен 1 мен 4-тен 1 қысқарып кетеді. Және мына жерде орнына 1-ді қойған кезде, 1-ге 1-ді қосқан кезде бізде 2 шығады жауабы. Қысқарғанда 1-ге 1-ді қосқанда 2 шығады. Балнұр, рахмет. Тағы кім аяқтады? Мына жерде аяқтағандарыңыз бар ма? Дилназ. Дилназ, сіз шегін тауып алдыңыз, Дилназдың есебі көрініп тұр ма? Басқаларыңызға көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Дилназдың есебінде. Ал Дилназ түсіндіріп айтып кетіңізші. Дилназ? Дилназ, сен даусыңыз шықпай тұр. Дилназ, даусыңызды қосыңыз. Өшқапты ғой қазір. Мен бұны аяқтаған жоқпын, бірақ былай түсіндіре берейін. Бұл QZ-дің параболасы төмен қарап тұрғандықтан, сондықтан оны алды минус бұның шегін табу үшін мен Y-тің екі жағында теңестіріп алдым. Сосын вектор формуласы арқылы x1 мен x2 таптым. Және де минус 4 квадрат болды, ал төменгі шегі минус 4, жоғары шегі плюс 2 болады. Сонда бұяқта берілген функциядан QZ-дің ауданын табу үшін алғашқы функциясын табамыз. Алғашқы функциясын жазып кетіңіз, ал. Тезірек жазайық. Дилназ? Қазір. Алғашқы функциясы қандай болады? Мен бағана кішкене кешкіріп қалып едім. Андағы 3, дәрежесіне 1-ді қосып сол дәрежеге бөлдік. X квадрат плюс 8x. Және шегі айтып отырыңыз. Минус 4. Төменгі шегі минус 4, жоғары шегі плюс 2 болады. Онда берілген функциядан QZ-дің ауданын табу үшін мен бірінші алғашқы функциясын табамыз. Бұл жақта x куб 3, x квадрат 8x-тің 8x, ал x-тің орнына жоғары шегін қоям, және де одан төменгі шегін азайтам. Сонда оның ауданы 36 квадрат бірлік болады. Бұл жақта сонда 36. 16.
Жақсы, тең 36 деп жаза салыңыз да болады, аха. Мына жақта бізде Әйгерімді аяқтап қалды, иә? Әйгерім, айта қойыңыз. Жақсы, Дилназ, рахмет. Әйгерім, сіздің даусыңыз естілмейді. Әйгерім, сіз шығарып болып қойдыңыз, иә? Міне көрініп тұр сіздің шығарғаныңыз. Енді осын түсіндіріп айтып жіберсеңіз, қалай шығардыңыз? Әйгерім? Әйгерім. Жақсы. Әйгерімнің орнына кім түсіндіріп айтады мына жерде? Даусым естілмей кетті ме сіздерге? Даусым естіліп. Сенің звугын өшіп тұр. Әйгерім? Басуға ұмытып кеткен шығар. Жақсы. Әйгерімнің есебін кім түсіндіреді? Апай, мен естіп тұрмын ма? Иә, естіліп тұрсыз, айта беріңіз. Апай. Иә, естіліп тұр, айта қой. Жақсы. Бұл жерде косинус x деген функция берілген. Косинус x-тің алғашқы функциясы синус x, е? Синус x мына жағында шектер болу керек. Шегін жаздым екен. Аха, шегі пи бөлінген 2-ден 3 пи бөлінген 2-ге дейін. Және синус x-тің орнына 3 пи бөлінген 2 қоямыз да, төменгі шегін азайтамыз. Сонда 2 квадрат бірлік шыққан екен. Жақсы. Енді мына жерде кім еді? Екінші есепті шығарған? Екінші есепті шығарған? Кім? Дидар. Дидар, айтып жіберіңіз. Тез, уақытымыз өтіп барады. Бізде берілген сызықтармен шектелген фигуралардың функциялардың графиктерін табу керекпіз. Ауданын табу керек, е? Ауданын табу керекпіз. Бізде бұл жерде шектер анықталмаған, дайын болмағандықтан біз оларды бірінші тауып аламыз. Y-терді екі жағын теңестірдім. Сосын мына жерде x-тердің плюс минус 2 болды, иә? Шегіңіз. Олар жаңа жоғарғы және төменгі шегі, оларды мына жерге орнына қойып азайтамыз. Жоқ, біз x квадрат минус 4-тен интеграл алдыңыз, е? X квадрат минус 4-тен интеграл алдыңыз. Интеграл алу дегеніміз, ол алғашқы функциясын табу деген сөз, е? Алғашқы функцияңыз қандай болды? Дидар? Даусыңыз тағы жоғалып кетті, Дидар. Ау, апай. Естілді ма? Алғашқы функцияңыз қандай болды, иә? Бізде алғашқы функция x куб бөлінген 3 минус 4x болды. Енді? Ары қарай жаңағы жоғарғы және төменгі шектерін қойып азайттық. Сонда қанша шықты? Бізде жауабы 32 бөлінген 3-тің квадрат бірлігі. 32 бөлінген 3 шықты ма? Жазуларыңыз? Иә. Кішкене болмай кетті. Жақсы, рахмет барлықтарыңызға. Ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі сабақты қалай түсіндіңіздер? Есеп шығарылатын болдыңыздар ма? Иә, апай, мен жаңағы бірінші есептен 2 есеп шығарып салып қойдым падлетке. Падлетке салып қойыпсыздар. Мынау кім салды? X куб плюс 1 дегенде. Жақсы. Жауаптарыңызды жүктей берсеңіздер болады, басқаларыңызда. Мынау екінші есепті кім салды? X квадрат плюс 1 дегенде. Бірінші есеппен 4-ші есеп, апай, мен салдым оны. 6,4-тен 3 мынада шықты. 1,3-тен 1 шығыпты, е? Жақсы, дұрыс. Келесі есеп. 2 квадрат бірлік дейді. Бұны кім салды? Мен салдым, апай. Кім? Рахметжан Гүлнафиса, е? Жақсы. Жақсы. Сонымен бүгінгі айдро тақтасында біз жұмыс істедік. Жақсы. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақтан не түсіндіңіздер, не түсінбедіңіздер? Нені табуды үйрендіңіздер бүгінгі сабақта? Қысқаша айтып кетсеңіздер. Өттік. Қандай? Қисық сызықтық трапеция. Қисық сызықтық трапецияның ауданын табуды
Егер де шектері берілмесе, өзіміз тауып аламыз, иә. Енді алдарыңызда балалар мынандай ребус. Бұл ребусты тауып көріңіздер, бұнда қандай бір сөз жасырылған, соны табайық. Апай, интеграл деген. Интеграл екен, жақсы. Анықталған және анықталмаған интеграл. Жақсы, енді рефлексия болсын бізде. Сіздер мына жерде плюсикті басып, өз пікірлеріңізді сабаққа сізге түсінікті болды ма, жоқ па, не үйрендіңіздер, смайлик арқылы және сөзбен жазып кетсеңіздер де болады. Өздерің плюсиктарыңызды қойып, мына жерге плюсикті бассаңыздар, сіздер смайлик қоя аласыздар, жаза аласыздар. Сабаққа деген өздеріңіздің кері байланыстарыңызды берсеңіздер. Сабақ өте жақсы өтті дейді. Жақсы, рахмет. Рахмет. Смайликтерді де қойсаңыздар болады. Аха, Гүлнәфис жазыпты, маған қатты ұнады дейді. Сабақ өте жақсы өтті, рахмет. Смайликтер қойып айтып кетсеңіздер де болады. Рахмет сіздерге. Жақсы, ағылшынша жазылып кетті, не біреуде. Жақсы. Жақсы, рахмет сіздерге де. Сонымен бүгінгі сабақ түсінікті болды. Керемет дейді. Жақсы, рахмет сіздерге. Бұл да міне Padlet бағдарламасының тағы бір мүмкіндігі. Әркім өзінің көңіл күйін білдіруге болады екен, өзінің пікірін білдіруге болады екен. Барлығымыз бір тақтаға, бір уақытта барлығымыз кіріп, өзіміз управлять ете алады екенбіз, басқара алады екенбіз бұл бағдарлама бойымен. Жақсы, олай болса, айтамыз. Бүгінгі сабаққа өзім жалпы математиканың программалар туралы презентация жасаған едім, сосын GeoGebra бағдарламасында жұмыс жасауды көрсетейін деген. Ал жақсы, Дидар, көрсете қойыңыз. Мына жерде плюсті басасыз да, білесіз ғой, өзіңіздің презентацияңызды жүктеп айта қойыңыз. Апай, мен өзім демонстрация жасай берсем бола ма? Мына плюсті басыңыз, Дидар. Мына жерден кез келген бір плюсті басыңыз да, өзіңіздің презентацияңызды жүктеп көрсетсеңіз болады. Бірақ 1-2 минут қана, Апай, менде ссылкасы жоқ болып тұр. Ненің ссылкасы? Padlet'in ссылкасы. Чатқа жіберейін, қазір. Сіз соңынан кір қалдыңыз ба? Мен жіберіп едім ғой Padlet'in де ссылкасы. Ал, жібердім. Апай, сіз Айдрон ссылкасын жібердіңіз. Айдрон жоқ, Padlet'in де жіберген. Ал, келді ма? Кірдіңіз ба Padlet'ке? Апай, қазір. Бұл жерде аттарыңызды жазып өтсеңіздер дұрыс болатын еді, комментарий жазғанда. Рахмет барлықтарыңызға. Сізге де рахмет, апай. Сізге де рахмет, апай. Жақсы. Апай, мен кіре алмай отырмын. Кіре алмай отырсыз ба? Жарайды, жақсы онда. Ауызша айтасыз. Ауызша көрсетпей айта берейін ба былай? Жарайды, жақсы болды. Көрінбесе, мен GeoGebra болса, жәнегі графикті салуды көрсетсеңіз дұрыс болар еді. Жақсы, рахмет. Онда уақытымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау, саламатсыз болыңыздар. Рахмет, апай. Рахмет, апай, сізге де сабақ өте қызықты. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз, апай.